Қайырлы күн достар, ары қарай жалғастырайық. Оттекті және азотты органикалық қосылыстар бөлімі бойынша 9 сыныпқа арналған 4 тоқсанның 3 жиынтық бағалауын талдап кетеміз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бірінші сұрақ. Спирттердің құрамындағы гидроксо топтардың санына қарай жіктелуі мен өкілдер арасында сәйкестікті анықтаңыз. Органикалық химияда бір атомды көп атомды деп жаңағы гидроксо топтарының санына қарай жіктейміз. Дәл осы тақырып менің каналымнан көре аласыздар. Органикалық заттарға кіріспе деген бар. Одан кейінгі алкан алкендерді ашып, дәл осы тақырыпты нақтылап көріп кетсеңіздер болады. Енді мен алдын ала дайындап қойған болатынмын. Бір атомдыға бізде метанол және этил спирті кіреді. Ал көп атомды деп біз глицерин мен этилен гликольді айтамыз. Демек, Ада 1 және 4. Б'да бізде 2 және 3. Спирттердің маңызды өкілдерінің қолданылу салаларын көрсетіңіз. Екі спирт берілген: метанол және этанол. Метанол жай бір атомды спирт, түссіз улы сұйықтық. Ол органикалық химияда еріткіштер ретінде, ал газ өнеркәсібінде гидраттардың тууына күресуде қолданылады. Түсінікті, бұл бізде метанол. Ал этанол, білесіздер, бұл ең алдымен медицинада көп қолданылады. Этил спирті деп. Дәл осы этанол өнімдерін алу үшін бастапқы шикізат ретінде, мотор отына, антифриз ретінде кеңінен қолданылып жатады. Өндірілген этилдің көп бөлігі спирттік сусындар жасау үшін де пайдаланылады екен. Және медицинада қосып кетсеңіздер болады. Келесі сұрақ. Реакция теңдеуін аяқтаңыз. Сіздерде тұрған С6H12O6, бұдан біз С2H5OH және СО2 аламыз. Ол қалай? Бұл бізде реакция брожения. Ашу реакциясы болғандықтан бізде міндетті түрде этил спирті мен СО2 бөлініп шығады. Түсінікті? Ал енді дәл осы алынған этил спиртін біз жандыратын болсақ, СО2 мен H2 оны алады екенбіз. Бұл жану реакциясы. Екінші сұрақ. Дұрыс жауабын таңдаңыз. Карбон қышқылдары құрамында бір немесе бірнеше тобы бар көмірсутектерінің қосылыстары. Мына көп нүктенің орнына бізге берілген нұсқалардың ішінде қайсысы тура келеді? Соны таңдаймыз. Әрине, бұл жерде карбоксил тобы. Карбоксил тобы бар көмірсутектерінің қосылыстары, карбон қышқылдары. Түсінікті? Жауап Б. Келесі, сірке қышқылының мына заттармен әрекеттесуінің реакция теңдеулерін жазыңыз. Сіздерге мырыш, калий гидроксиді, магний оксиді, сірке қышқылы. Осы реакциялардың барлығын астына жазып кеттім. Мына сіздерде бірінші реакция, екінші реакция, үшінші реакция. Сірке қышқылы мен сірке қышқылы әрине бірін-біріне ешқандай реакцияны жазудың қажеті жоқ. Скрин жасап көшіріп алсаңыздар болады. Синтетикалық жуғыш заттардың қоршаған ортаға әсерін түсіндіріңіз. Жалпы синтетикалық жуғыш заттар өте баяу айырылады. Сондықтан табиғатқа, қоршаған ортаға, тірі организмдерге зиян тигізуі мүмкін. Сол себепті кірсуларды, тұндырғыштарды тұндырып, балдырларды болатын биологиялық бактериялар көмегімен тотықтыру арқылы тазалаймыз бұларды. Бұл кезде бізде
органикалық заттарды көмірқышқыл газы мен суға дейін ыдыратады. Демек бұл синтетикалық жуғыш заттар баяу айырылатын болғандықтан да оған көбінде адамның организміне түсіп кетсе, немесе жаңағы табиғатқа түскен жағдайда ол оңайлықпен айырылмайды, сондықтан да адамның денсаулығына жалпы зиян келтіреді. Нәруыздардың организмге атқаратын қызметін және биологиялық маңызы түсіндіріңіз. Қандай нәруыз берілген? Гемоглобин, гормондар, инсулин берілген. Гемоглобиннің қызметі ол қандай? Тыныс мүшелерінен оттекті ұлпаларға, ал көмірқышқыл газын ұлпадан тыныс мүшелеріне тасымалдайды. Бұл гемоглобиннің қызметі. Оның ағзамызға маңыздылығы, гемоглобин ағзаның барлық тіндерін оттегімен қамтамасыз етеді. Сондықтан да ол бізге өте керекті нәруыз. Инсулин. Бұл оның қызметі қандай? Қандағы глюкозаның мөлшерін азайтып, оны адам мен жануарлар бауыры мен бұлшық еттерінде құрылынатын күрделі көмірсу гликогенге айналдырады. Ал оның ағзаға маңыздылығы, инсулин жетіспеушілігі қант диабетін тудырады. Басқа да өздеріңіздің нұсқаларыңызды қосып толықтырып кетсеңіздер де болады. Осымен біздің 9 сыныпқа арналған номер 3 БЖБ-ны 4 тоқсанның аяқтап өттік. Егер сұрақтарыңыз қалса, комментария жазыңыздар. Сіздермен бірге болған Химия онлайн арнасы. Пока-пока.